Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы егіншілік қалай өзгерді. Неше бүгінгі сабақты түсіну үшін тақтаға назар аударамыз. Әр жыл сайын шілде айында немесе тамыздың басында Нілдің деңгейі ақырындап көбейді. Біртіндеп өзен айналасындағы алқаптарды су басты. Біраз уақыттан соң судың деңгейі азайып, су кеткен жерлерде құнарлы балшық жиналды. Кейіннен фермерлер өз алқаптарына оралып, ағаш кетпенмен немесе өгіз жегілген соқамен жер жыртты. Содан соң олар ұрық септі. Себілген алқаптардағы ұрықты топырақ ішіне терең кіргізу үшін бұл алқаптарды ірі қара және қоймен бір таптатып өтті. Дәнді дақыл піскен кезде олар орақпен орып алып отырды. Астық піскен кезде оны бастыру үшін үстінен мал айдаған. Сөйтіп мал таптап өту арқылы қабықтары алынды. Дәнді дақылдарды сақтау қоймаларында сақтады. Топан жем ретінде малға беріліп, оның сабаны мал астына төселді. Балалар, ертедегі ең бірінші қай шаруашылық бізде бірінші дамыды? Мал шаруашылығы. Дұрыс айтасыңдар. Мал шаруашылығынан кейін келесі қандай? Егін шаруашылығы дамыды. Енді біз егін шаруашылығын екі топқа бөлеміз, иә? Қандай топтарға бөлуге болады? Дұрыс айтасыңдар. Ертедегі егін шаруашылығы мен қазіргі егін шаруашылығы. Өгізбен қара айта қойайық. Өгізбен және де қара жылқылармен жұртқан. Қара ірі жылқылармен жұртқан. Ірі малдармен деп айтамыз, иә, дұрыс айтасың. Ал қазіргі заманда салыстыра кетсек, қазіргі заманда жерді астық егу үшін немен жыртады? Марғұлан айтып, Марғұлан. Қазіргі заманда адамдар жерді тракторлармен жыртады. Отырауы. Шаруашылығын күзгі мезгілде орған кезде, жинаған кезде қалай жинаған? Ненің күшімен жинаған? Ұлан айта қой. Олар егінді жинағандан жерден қолмен жинаған. Адамның күшімен жинаған, иә? Адамның күшімен. Және де содан кейін ең алдымен олар малды жібереді сол. Не үшін жібереді малды егінге? Бір топ. Балалар ертеде егінді орып алғаннан кейін, жинап алғаннан кейін, оны өңдеу үшін, қауызынан айыру үшін қалай өңдеген екен? Толқымайды, иә? Орылған бидайдың үстінен бір топ малды жіберген, өйткені ол бидайдың қабығынан ажырату үшін. Назарымызды астық өнімдеріне аударайық. Бұл жерде түрлі астық өнімдері бар. Мұнда қарасақ, бірінші бұл сұлы өнімі, сұлы осылай өседі. Бұл сұлының масағы. Яғни қай мезгілде піседі? Барлық астық өнімдері күз мезгілде піседі. Арнайы осындай болып дайын болады. Яғни бұның басында сұлының нелері болады? Дәндері болады. Келесі өніміміз тары өнімі. Тары өнімінде де арнайы тарының масағы дайын. Тарының барлық дәндері осы тарының масағында, яғни жоғарғы жағында орналасады. Келесі өніміміз арпа өнімі. Яғни арпа өнімі мынандай болады, бұл жуан, құрғатылған, кептірілген түрі.
Бұның барлығының да масағында астық өнімдерінің масағы, дәндері қай жағында орналасады екен? Үстінде, яғни жоғары жағында орналасады. Келесі өніміміз бидай. Бидай да ірі, жоғары болып, дәндері жоғары жағында орналасады екен. Келесі тапсырмамыз топтық жұмыс. Біз қазір балалар 5 топ болып жұмыс жасаймыз, иә? Дәнді дақылдар тобы, бақшашылық тобы, бағбаншылық тобы, дайын өнімнен алған дайын өнімдерді қыздар дайындайды және астық тобы. Соңғы топ бізде егін егіп көрсетеді. Ол үшін арнайы дайындалған киімдеріңізді, қолбақтарыңызды киіп алыңыздар. Болды енді, şimdi берді. Астық өнімдері, яғни бізде санжар мен ұлан астық екті, егін екті. Оны қалай еккенін, топырақты қалай құнарландырғаны туралы айтып берсін бізге. Біздер бірінші оның жерді айырып алдық. Содан соң біздер оған жауын құрттар салдық. Өйткені оған біздер жауын құрттар салмасақ, ол құнарсыз болады. Біздер содан соң дәнді салдық. Дән салғаннан кейін ол дәнді салдық. Содан соң біздер су құйдық. Өте көп болады. Мысалы тарының, күріштің, қарақұмықтың, каша ботқалары бар. Біз солардың ішінде бүгін қарақұмық ботқасын жасап тұрмыз. Бұл ботқаны әр адамдар таңертең жеу керек. Ботқа адамға өте пайдалы және ода да адамдарға пайдалы витаминдер бар. Жұмысы көкөністерден алынған өнімдер, яғни өнімдер тобының жасаған салатын тамашалай қояйық. Біз деген барлығымыз топтасып кемпір қосақ салатын жасадық. Оның құрамында пісірілген нан, қияр, жүгері, қызанақ, одан кейін қаймақ. Ол деген көкөністер. Көкөністер адамға өте пайдалы.
Олардың ішінде витаминдер бар, адамдарға күш береді. Бұл салатты ұсынамыз, астарыңыз дәмді болсын. Қаншылық тобына берілген тапсырма бір ағаш өнімін салу, иә? Қандай ағаш салдық? Алма ағашы. Айта ойындар. Ағашын салдық. Бұл жерде алма ағашы ол жеміс-жидектерге жатады. Біз жемістерді көктемде өсіреміз, күзде олар піседі. Сол кезде біз бірінші оларды өсіру үшін жерді тазалап аламыз. Сосын дәндерін жаймендеп саламыз. Сол кезде оған жарық және ыстық керек. Жарық және ыстық болмаса, ол өспен немесе қурап қалады. Ал бізде жарық ыстық болса, ол тамырлар жаймендеп жерге таралады. Сол кезде алма ағашы үлкен болып, өзінің жеміс-жидектерін береді. Біз бұны бағбаншылық деп атаймыз. Келесі бақшашылық тобы, иә? Сендерге көкөністер тақырыбы түсті, көкөністер туралы айта қойыңдар жасаған жұмыстарыңды. Мынау заттар көкөністер. Мынау біз қолымыздан салған қияр, мынау сәбіз, және де мынау қызанақ, мынау картоп. Көкөністерді өсіру үшін ең алғашқы көктемде жерді жыртамыз, және де дәнін саламыз. Ал жазда оны су арып, орам жапырақтарын отаймыз. Содан кейін суарамыз. Ал күзде бұл көкөністер пісіп өнеді. Енді көп жұмыс жасадық, иә? Осы жұмыста шаршаған болсақ, денімізді тынықтырып алайық, серіктеу сәтін жасай қояйық. Енді біздің астық тобының өсірілген бидайы, яғни еккен бидай екті қоя, соның нәтижесінде тәжірибеміз бойынша бұған дейін ертерек егіп қойған бидайымыз міне осындай болып өсті. Қазір бидайдың түсі қандай? Дұрыс. Бидай қазір пісіп жетілген бе, әлде өсу керек пе? Өсу керек. Дұрыс айтасыңдар, әлі өсу керек. Оны қайдан білдіңдер? Өйткені ол жасыл. Жасыл. Бидайдың масағы бар ма мына жерде? Жоқ. Бидайдың масағы болған кезде ол бидай не істейді? Толыққанды өсіп шығады, иә, толыққанды дән береді. Ендеше балалар, біз тобымызбен бірге, классымызбен бірге осы бидайды дән бергенше не істейміз? Бақылап өсіреміз. Балалар, ертеде жерді немен жыртқан? Бейбарыс айта ал. Ертеде жерді соқамен жыртқан. Жарайсың, Бейбарыс. Соқамен жырту үшін қандай малдарды қолданған? Димаш айтады. Ірі малдарды қолданған. Ірі қара малдарды қолданған. Олар неге? Ірі қара малға неге жатады? Өгіздер Дұрыс. және сиыр
және де жылқы да жатады, иә? Жылқы мен жылқы. Жарайсың. Қазірде балалар қазіргі заманда егінді немен орады? Комбайнмен орады, иә? Түрлі тракторлармен. Ал ертеде техника болмағандықтан егінді немен орған? Ертеде орақпен орған. Жақсы. Ертеде егінді орып, қауызынан айыру үшін не істеген балалар? Ертеде дәндерді қауызынан айыру үшін бір топ малды егінге жіберген. Егін шаруашылығына қатысты, иә, мына жерде бізде егіндер егілген, бидай өнімі, яғни бидайда еккен кезеңі тамыр беріп жатыр, тамыры тереңге жайылып, несі шықты, бидайдың сабағы шықты жасыл болып, енді соңғы кезеңде бидайымыз өсіп шықты. Яғни бидайдың масағы дайын. Масақ дегеніміз бидайдың дәні толық шықты деген. Егер де бүгінгі сабақ сендерге түсінікті, қызықты болса, бидайдың масағына алдарындағы белгіні жапсыра қоясыңдар. Егер де сабақ түсіндім, бірақ сұрақтарым бар десе, ортаңғы кезеңге жапсырасыңдар. Сабақ қиыншылықтар болса, ең алғашқы бидайды еккен кезеңге жапсыра қойыңдар. Енді балалар алдарындағы тапсырма қағазды жапсыра қойыңыз. Балалар, осымен бүгінгі егін шаруашылығына арналған сабағымыз аяқталды. Сіздерге белсенді қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.